Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі подкастта мен Болат Еркебұлан және менің әріптесім Айтбаев Асылбек. Екеуміз осы жи және қазіргі таңдағы оның қауіптері туралы сөйлейтін боламыз. Жалпы Асылбек, мен өзім жақын арада негізі кек қайтарушылар Альтрон кезеңі деген фильмді қарағам. Сол фильмде негізі Альтрон бір осы жидің бір келбеті деп көрсек болады болашақта. Қалай ойлайсың? Сол қарап бердім сол фильмді. Менің ойымша бұл фильм өте қызық болып саналады және мен бұл фильмді өзім қатты ұнатамын. Себебі ол жерде тек қана ие емес, көптеген әртүрлі мәселелер қарастырылады және ол жерде супер қаһармандар деп айтсақ болады. Олардың әртүрлі күштері бар және сол күштермен олар айтылған Альтрон деген иемен қарама қайшы шығып, сонымен мәселені шешуге тырысады. Жалпы сол Альтрон, негізі осы фильмде тағы Альтроннан басқа Вижн бар. Айта кетсек, Вижн дәл сол айтылған Альтронның қарама қарсы үштемі деп айтсақ болады. Себебі екеуі өте қарама қарсы ойға ие. Мысалы, Альтрон адамдарды жерге қауіп алып келеді деп шешіп, оларға қарама қарсы шықса, Вижн оларды қорғауға санайды. Сонымен ойлағаным, жалпы Альтрон мен Вижн бұл біздің қазіргі идің, жидің дамуының екі жолын көрсететін сияқты. Яғни біреуі бұл Альтрон, яғни ол жай ғана логикаға сүйене отырып, мысалы адамдардың шынымен де біздің қателіктеріміз бар және ол қазіргі әлемге кері әсер етіп жатыр және ол Альтрон соны түсініп, жай адамдарды жою керек деп есептейді да, дәл сондай жоспармен осы адамдарды жоюға тырысады. Ал Вижн болса, керісінше оған белгілі бір адами құндылықтар енгізілгендіктен, ол мысалы жерді құтқару миссиясын адамдармен бірге жетуге тырысады. Яғни ол адамдардың қасиеттерін түсінеді, бірақ одан басқа адамдардың басқа да жақсы қасиеттері бар екенін, жақсы нәрсе жасай алатындығын түсінеді. Сол туралы не ойлайсың? Меніңше, бұның себебі Альтрон тек қана логикамен жұмыс атқарады. Яғни ода адамдық, моральдық ой секілді заттар жоқ. Ал Вижнға оның моральдық заттары кішкене құйылған және ол адамдарды көбірек түсінеді, оларға деген эмпатиясы бар. Ал Альтронға келсек, ол ондай көзқарастармен қамтылмаған. Жалпы негізі бәрі қазір жалпы алғанда адамдар Альтроннан қорқады. Яғни болашақта осындай бір Альтрон бір жи роботтың ішіне енгізіліп, сол барлық басқа роботтарды не істеп басқара отырып, осы адамдарға қауіп келтіре ме деген барлығында қазір қорқыныш сезім бар. Соны мысалы фильмде оны негізі Тони Старк ойлап шығарды ғой. Сол Тони Старк қандай әрекеттерін басқаша жасағанда, мысалы Альтронды алдын алуға болатын еді деп ойлайсың? Менің ойымша, бұның барлығы жиді шығарғанда қалай оған қандай ой, қандай программа бергеніне байланысты. Яғни жиі атқаратын іс, ол сол арқылы жұмыс істейді. Яғни сен оған қандай программа бересің, ол сол арқылы жұмыс істейді. Сондықтан біз ең басында оны дұрыс қарап, әртүрлі қандай программа енгіздік, қандай оған ой енгіздік, қандай моральдық қатынастар енгіздік деген секілді заттарды көп ойланып, қайта
тесттер жүргізіп, мүмкін бір көптеген уақыттан кейін шығару керек. Былай тез дамытып, ары қарай шығара беру емес. Жалпы ол негізі фильмде де көрсетілген. Яғни Тони Старк өзі мысалы тез ойлап табуға тырысты да мәселеге шешімді. Сондықтан ол тым асығып, оған бір логикалық миссия беріп қойды да, ол миссия адами құндылықтарды енгізуге әлі үлгермеді ол Тони Старк. Сондықтан да сондай мысалы қауіп пайда болды. Ал Vision қалай қарастыру еді? Мен қателеспесем, оған деген адами қасиеттердің құйылуы ең бірінші маңызды шарт болды. Және соны шығарған кезде оған көптеген уақыт берді. Оны басқалармен бірге ақылдасып шығарылды. Және сол айтылған Альтрон ол бірінші шығарылды. Және соған қарама-қарсы шығу мақсатында өздері оны жеңе алмайтындықтан оған Vision'ды табу керек деп шешті. Және соның мақсатында Vision пайда болды. Және қазіргі біздің тұрып жатқан әлеммен салыстырсақ, бұл негізгі ой өте қатты сәйкес болып саналады. Біз көптеген жүйелерді шығарып жатырық, және қайта-қайта күніне олар жаңадан пайда болып жатыр. Олардың пайда болуы соншалықты көп, біз үлгермей жатырмыз, қандай не шығып жатқаны біз уже түсініксіз. Және бұл жайлы сен не ойлайсың? Қалай ары қарай қалай дамимыз? Мүмкін осындай оқиғалар қайталануы мүмкін бе? Шынымен де мысалы кез келген нәрсені андай болашағын қарастырғанда біз бірнеше болашақ мүмкіндіктерді қарастыруымыз керек. Мысалы Альтрон немесе Vision бізде осы екі мысал болып тұр. Біз қалай Альтрон емес Vision'ға жету деген сұрақ қойғанда біз мысалы бірінші олардың жасауындағы айырмашылығы бұл уақыт. Яғни мысалы Альтронды тез жасаса, Vision'ды ұзақ уақыт жасап, оны ойластырып, ақырындап жасады. Сондықтан қазір мысалы бір қорқыныш сол жиылардың тез дамуы. Өйткені қазір күннен күнге сен өзің айтқандай жаңадан жиі шығып жатыр, біз өзіміз олардың қай жер не дамып жатқанын қарап отыруға үлгермей жатырмыз. Сондықтан бәлкім жалпы басқа елдің басқарушылары, мысалы жалпы президенттер барлығы жиналып, бәлкім осы мәселені толықтай бір-бірімен келісіп, осыған мән беріп, процесті тереңірек дайындап, немесе бір заңдар ойлап тауып, осы қалай да болса Альтрон сияқты мысалды біз алдын алуымыз керек деп ойлаймын. Мен де келісемін. Мысалы этикалық жағынан мәселені біз өте қатты қарастыруымыз керек. Себебі қазіргі таңда жиыды жасай алатын адамдар тек қана үлкен компаниялар емес, кәдімгі жай адамдардың негізі жасап шығаруына көптеген мүмкіндіктер бар. Сондықтан ол адамдарда мысалы кәдімгі жай университетте уже қазіргі таңда мектептен бастап этиканы үйрету маңызды. Себебі жай адам сол Альтрон секілді жиыды ойлап тапса, онда қауіптің өзі сол кезден басталады. Ол да ары қарай дамай береді, ондай адамдар да көбейіп бастайды деген секілді. Жалпы бірақ ойлап қарасаң, қазір жиылардың мәселе жиыдың өзінде емес. Ол шынымен де қазір адамзаттың келесі цивилизациясының келесі бір қадам деп санауға болады. Бірақ та, даму сатысы. Бірақ оны қауіп жиыдың өзінде емес, қауіп жиыды жасалатқан адамның өзінде. Сондықтан сен айтқандай қазіргі жастарға сол этиканы кішкентай кезінен үйретіп, оған осы жаққа даму біз үшін маңызды деп ойлаймыз. Сонымен қатар, мысалы кез келген адамның жиі жасап шығару мүмкіндігі бұл
бір қорқыныш сезімін тудырады негізі. Өйткені адамдар әртүрлі, мысалы барлығын басқару өте қиын. Сондықтан бәлкім бір заңдар жасап немесе осыны алдын алудың бір шешімдерін ойлап керек. Енді қорытындылайтын болсақ, осы біздің подкастымыздың сөйлеп жатқанымыздың бір қорытынды ойы қандай? Біз айтылғандай, ең басты мәселе бұл жерде жиыдың өзі емес, оны шығаратын адам, оны қалай бағыттаудың мәселесі, қалай оған қандай мақсат, қандай құндылықтар беруі, жасанды интеллект дұрыс бағытталмаса, ол бізге өте қауіп тудырады, және соның алдын ала отырып, адамдар оған жақсы, дұрыс құндылықтағы программаларды енгізуі маңызды. Оған қоса, толықтай келсем, оған қоса тағы да адамдар, жалпы басқарып отқан адамдар, елдің бастары, осы мәселені шешу үшін бәлкім бір саммит жүргізіп па, әлде бір барлығы кездесіп, осы мәселені алдын ала бір шешімдер немесе заңдар ойлап тауып алдын алу керек деп ойлаймын. Өйткені бұл мысалы Альтрон шыққаннан кейін, Альтрон сияқты мысалы жиі шығатын болса, оны жеңу тым қиын болып кетеді. Сондықтан қазірден бастап осы мәселені алдын алу үшін белгілі бір әрекеттер жасалуы тиіс деп ойлаймын.